Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халық жазушысы, драматург Төлен Әбдіктің туындыларында ұлттық құндылықтар мен ұлттық таным мәселелері терең қозғалады. Қай кезең болса да өзектілігін жоймаған тақырыптарды қамтиды. Нақтырақ айтсақ, біз талдаған жазушының қонақтар туындысынан ата-ананың балаға деген сағынышы, қазақ халқының қонақжайлығы, кең пейіл дархандығы, жерінің кен байлығын көреміз. Алайда бұл жерде баланың ата-ананың алдындағы борыш, парыз мәселесін көріп, тіл мәселесін көріп, өмірлік сабақ алуға болады. Ерғабыл шал курорттан қайтқанда барып кетеміз деген балаларын күтіп, түн ортасында жатса да, ертеңіне күн шықпай оянды. Кенет қатқыл дауыспен: «Ей, кемпір, шақшам қайда? Ей, кемпір, шақшам қайда?» Лайықсау, қайдалайсың да отырасың? Өзім басым ауырып, мазам болмай жүрсе. Осы қумыладан сүйегіміз табар бір күні. Бала бір жақта, біз бір жақта. Мынау отырсымыз болмайды. Бүгін балам келсін, лесіп кетем. Қал жалғыз өзің омалып. Туған жерді, елді, қарайға малды кімге тастамақсың? Сөйлеме, ие болсын мына қу шаңыраққа. Сен шал алжыған шығарсың. Екі бие сенің басыңа көктас қоя ма? Баламыз осында қалды делік. Осыншама оқып, тоқып, енді осы колхоздың жұмысын жасамақ па? Қойайды, сандалма. Балалардың бағын байлама. Жұмысын жасай берсін, біз осылай отыра берейік. Ой, Кемпір, мына өмірде талайды көрдім. Дүние бірде алдым берсе, бірде артым береді. Бірақ әкем көрген, әкемнің әкесі көрген мына қу шаңырақты тастап кеткім жоқ. Сен шал жөнімді айтшы. Осы келгенде балалармен лесіп кетеміз бе? Әлде болмаса жеңістайымызды тастап кетер ме екен? Уф, Аллай! Кемпір шығып кетті. Шал жантайып жатып, тағы ойға батты. Тояқсыз пенде емеспіз-ау, әйтеуір артымызда бір жаман бар. Жылда қалаға шақырады. Бірақ өзге ел, өз еліндей болмайды-ау. Барлығын бір Құдайға тапсырдым. Курорттан балалары келіп, абыр-сабыр күйге түсіп, қой сойылып, үлкен дастархан жайылды. Домбыра мен ән айтылды. Балалары бір қонып кетуге дайындалды. Немеремді тастап кетпейді ме? Екеуміз қашан отырамыз? Шалау, бұл балаларға несіне ренжейсің? Ауылымызда орыс мектебі жоқ. Оларға не қыл дейсің? Онда алып кетсін, оқытсын, өз сияқты қаңбас қылсын. Көзін ағарсын, жылама. Оларға не қыл дейсің енді? Балалары ата-анасымен қоштасып, көлікке отырып жүріп кетті. Өздеріңіз көріп отырғандай, шығарманың түпкі түйіні ұлы мен әкесінің арасындағы оқиға осылай аяқталды. Бұл әңгімеден түйгеніміз, егер Жеңістай қазақ тілін білгенде, бәлкім ата-әжесінің қасында қалар еді. Ана тілің арың бол дейді. Ана тілін құрметтейік. Дұрыс айтасыз. Ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, күйініш деген екен. Шығарманы оқығаннан кейін оқырманда ал мен өз ата-анама қалай қарап жүрмін деген сұрақ туындайды. Өзінің ішкі дүниесін тұлға ретінде рухани өсуіне себеп болады. Бұл шығарманы оқысаңыз, жүрегіңізге жетеді. Егер ата-ананың, туған жердің, туған тілдің қадір білгіңіз келсе, бүгін оқыңыз, ертең кеш болуы мүмкін.